Құрметті достар, тағы да қайырлы кеш баршаларыңызға. Бағанағы сатқан ультимамды мен алып, қазір вывод шығарайын деп жатырмын. MetaMask кошелегіне қарай таңдадым выводты. Мына жерде адресті қоямын. MetaMask'тағы адресті копировать етіп алдым. Мына жерде сетті қараңыздар. Уже USDT сеті көбейіп кеткен ғой, қараңыздар. BNB, Tron, TRX, Arbitrum, Aptos, нулевая комиссия дейді. Toncoin, нулевая комиссия, Ethereum, Solana, ойбай, Optimus, выполняется обновление дейді. Мына жерден тоқтатайын. Мына жаңа мен Maxim обновление болды да өшіп қалды ғой. Ставить деп қойып жатырмын. Мына жерден сетті таңдаймын. Қараңыздар, сетті тағы да таныстырып өтейін. Осындай жаңағы сеттер көбейіп кеткен ғой. USDT сеттер бұрын Tron, Web20, сосын жаңағы Ethereum ғана еді. Қазір Toncoin, Solana, Optimus, Matic, Avax, Near Protocol, барлық сеттер көбейіп кеткен ғой. Celo, ожидаемый. Мынау сет тоқтап қапты. EOS пен OKT деген сет тоқтапты. А так сет деген вообще көбейіп кетіпті. Мен енді соның ішіндегі матикті пайдаланайын деп жатырмын. Яғни полигонның сетіне мен дәл қазір $70 шығарайын деп жатырмын. $69. Миым жетпей жатыр. $71 деп берейін. Жетпей қалғаннан гөрі жеткені жақсы. Енді комиссиясын ұстап қалады. Подтвердить дейміз. Мен биржадан ақша шығарайын деп жатырмын. Жаңағы мына адреске Matic сет деп тұр. Қараңыз, полигон уже полигонның өзінің сетіне кетіп бара жатыр. Matic полигон деген екеуі бір негізі. Подтвердить вывод деймін. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп қазір өзімнің бірінші NFT-мді алайын деп жатырмын. Почтаға код кетті. Google аутентификаторға бірінші почтадағы кодты қоямыз. Сосын барып Google аутентификаторға қоямыз да. Мен қазір соның бәрін қойып болған екен, қайттан қосам. Мына жерде мен дәл қазір $71 шығардым Matic жаққа. Енді бұйырса ары қарай өзімнің кезекті NFT-мді сатып алатын боламын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Бұл ақпарат тек қана үйренуге ниетті жандар болса, осындай мүмкіндіктерді үйретемін деген мақсатта жіберіп жатырмын мен сіздерге. Бұның барлығын өзімнің болашағыма зейнетақы ретінде жинақтап жатырмын да, дәл қазір өзімнің болашағыма. Егер сіздер де мен сияқты солай түсінсеңіздер, жасауға болады. Бірақ жауапкершілік өз мойындарыңызда болу керек. Егер жауапкершілік жоқ болса, пропустить деген кнопканы басып өтіп кете берсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар.